Дәл осындай тыныштықта телефонды полетке қойып тастап демалып жатқаныма уже 6-шы күн болды. Рахат-ай. Ушыл емес. Әркім бір звондап, мазаңды алмайды. Өзіңмен өзің. Өте жақсы. Осындай бір тыныштық керек болып жүр екен де мағаншы. Достар, ассалаумағалейкум. Бір разговорный өзім шығып қояйын сториске. Ауылда өте бір жақсы, күшті бір демалыс болды. Кешен сразу шығып кеттім стористерге. Өйткені стористерге қалай шығу керек екенін ұмытып қаптым. Меніңше системалары өзі болады да. Осылай алып келу керек әңгімені деген сияқты. Енді мен әңгімені сразу айтайын деп отырмын. Кеше енді 8 март әйелдер, халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен менің аудиториямдағы қарындастарымды, әпкелерімді, апаларымды, ежелерімді барлығын шын жүректен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, аман болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар, бай қуатты болыңыздар. Алланың назарында, бақыттың базарында жүре беріңіздер. Солай құттықтамады деп ренжімеңіздер. Кеше өйткені өзім разговорный сториске шыққан жоқпын. Сонымен бүгін шығып отырмын, сол себепті бүгін құттықтап жатырмын. Аман болыңыздар. Бастысы. Всем привет! Как ваши дела? Погода просто супер, хочется гулять и гулять, но не с кем. Я шучу. Вот, у меня сегодня очень много дел, у меня встречи, Брюлер айтмакчы, у меня съемки. Еще что хотела я сказать. Көптөр жазатыптыр, озыңда эмне кылып алгансың деп последний постыма. Озың чоңоюп кеттир го, чоңойтуп алдыңбы, жарашпайт экен дегендер озумду чоңойткон жокмун. Ошол эле ойдон жашоодо кичинекей эле, просто у меня брекети, у меня темир бар, ошо темирден мондай озум деп чоң көрүнөт, кичине чыдай туруңуздар. Брекетти алгандай нормально болуп калат. Так еще карып баратканбы дегендер. Жашым жетти дей берсең, тамаша. Я просто сильно похудела, аябай арыктап кеттим. Прям костилерим көрүнүп турат, мындай кабыргаларым деп эле калды. Дайте мне время, пожалуйста, кичине мындай адам болуп өзүмө келе алайын, анан нормально все будет. Сабыр. Өлө сториске көп чыккым келип атат деп койгула. Мындай көрүнүпчү. Хейтерлерге, негативчиктерге үйүндө жатып алып мени көргүсү келбей аткан адамдарга көрүнүпчү. Я здесь деп. Вот. Дайректиме дагы жазчу негативтериңерди жазып койгула. Бүгін атайын көңіл бөліп оқып қояйыншы сіздердің içіңердегі негативтеріңерді. Қазақстаннан туғандар келіп қалыптыр. Жақшысар десеке. Қазақ елі сәлем бердік. Амандасып қояйын сіздермен. Қалайсыздар?